дегеніміз ертең біздің балаларымыздың ертеңгі өмірге қадам басып биіктен көрінуінің барлығы сол тәрбиенің жемісі деп білеміз. Сол себепті тәрбие бағында біз аққайың және алма ағаштарын отырғызуды дұрыс деп санадық. Алма ағашын бақылап, күтіп, жемісін көріп, сол барлық осы процесті балалармен бірге зерттеп, бақылап, көріп, балалар және гүлінің шыққанын, жемістің шыққанын көріп, жемістің дәмін көріп, шынымен де бұл жерде тек қана тәрбие емес, сондай-ақ еңбек тәрбиесінің өзінің рөлі үлкен болып тұр. Еңбектенсек, егер де осы ағаштарды отырғызу барысында жүргізілген жұмыстарымыз дұрыс болса, нәтижесі де дұрыс болады деген үлкен бір мағынамен жасап жатқан жұмыс. Осының алдында отырғызған Астана, Арайлы Астана деген үлкен саябағымыз бар. Ол сауықтыру саябағы, ол таза тәрбиеленушілерге арналған болса, осы бақ тәрбие бағы тәрбиешілердің құрметіне ашылғалы отыр. Бұл бүгінгі күні тек қана бастамасы ғана, бұйыртса келер жылына ресми ашылуын жоспарлап отырмыз. Биылғы жылы эксперименталды алаң ретінде көгалдандыру тақырыбын алып отырмыз. Ландшафттық дизайн, ғимарат маңайын көгалдандыру деген тақырыпты алып отырмыз. Оның негізгі мақсаты өте жоғары. Бұны біз тек қана қандай да бір компаниялар арқылы емес, өзіміздің балаларымыздың шығармашылық жұмысы негізінде, балалардың өздерінің жобалары негізінде жүзеге асыра алатын 3 жылдық жұмыс деп білемін. Осы жұмысымызға сәттілік тілеймін. Күздің бір шуақты күні Астана қаласының Кәусар балабақшасы кереметтей бір өте адамзатқа қажетті іс-шара жүргізіп жатыр. Бұл іс болашағы өте зор. Өйткені қазіргі заманда, глобализация заманда, мынау техниканың кереметтей дамыған заманда, ауаның мүлдем зақымдануы, халықтың соның негізінен бала-шағаның да уыттануы үлкен проблема болып тұр. Осыған орай ландшафттық бүкіл балабақшасының маңайы көгал болып тұруын, гүлденіп тұруы, олардың өте таза ауамен тыныстауына, өте сонымен қатар тәрбиелік тәлімдік мәні бар дүние. Адамгершілік тәрбиесінің басы осындай әр дүниеге адами тұрғыдан қараудан басталады. Бақтарын көбейтсін, тоғайлар, гүлзарлар көбейе берсін деген ниетпенен шашу алыңыздар. Оқу ағарту министрлігінің атынан мерекеміз. Мұғалімдер күнімен шын жүректен құттықтаймын. Биыл